Армысыздар. Бүгін менімен бірге суы ағып тұратын майлы емес асқабақпен дәмі тіл үйрер манты жасаңыздар. Бірге мантының әртүрлі түйілу әдісін көрсетемін. Ол үшін аса қатты емес қамыр илейміз. Белгілі бір домалақ пішінге келтіріп алып, ыдысқа немесе салфан пакетіне орап тындырып қоямыз. Қамырымызды домалақ пішінге келтіріп, салфан пакетіне немесе ыдысқа салып тындырып қоямыз. Мантымыздың салмасына арналған заттар: ол үшін асқабақ, пияз, картошка, етті турап, және дәмдеуіштер қосамыз: тұз, су, сұйық май, бұрыш. Мантының су ағып пісуінің секретімен бөлісеймін. Пиязды майдалап турап алып, табаға салып, тұз сеуіп, кішкене мыжып, қойып қоямыз. Пияз маринадталып, суы шығып жатқан кезде асқабақ, картошка, етімізді кубиктап майдалап турап аламыз да дайындап қоямыз. Біздің отбасы мүшелеріміз құйрық май жемейтін болғандықтан мен қоспаймын. Мантымыздың салмасы дайын болған кезде қамырымызды жаюға кірісеміз. Ол үшін қамыр тез жайылу үшін мен екі қамырды біріктіріп аламын да ортасына ұн сеуіп, жабысып қалмау үшін біріктіріп жаятын боламын. Сол кезде уақытыңыз экономдалады. Өстіп арасы жабыспайды ұн себетін болсаңыз. Осылайынан үйреніп алсаңыздар болады. Тез. Салмамызға қара бұрыш, сұйық май, су құйып, араластырып қоямыз. Қамырымыз біркелкі кесілу үшін оқтауға орап алып, ұзыннан кесеміз. Және оны төрт бұрышты формаға келтіріп, кесіп аламыз. Ең оңай пішін: қамырдың төрт бұрышын біріктіріп, екі шетін түйеміз. Осындай әдемі форма келеді. Және де мынау өрілген мантымыз. Төрт бұрышты қамырдан өрілген манты түйеміз. Алақанымызға салып алып, екі шетін біріктіріп өретін боламыз. Домалақ қамыр жайып, қиналмайтын әдісіміз осы. Асханадағында емес, үй жағдайындағы өрілген мантымыз. Бұл әдіс үшін домалақтап қамырымызды формаға келтіріп алып, ішіне салманы салып, екі шетін біріктіріп қысамыз. Екі шетінен қамырды алып түйеміз. Начинкамыз, яғни салмамыз көп кетеді, бірақ форма әдемі өрілген болып шығады. Келесі біз гүл манты, яғни роза манты жасаймыз. Осындай ұзын қылып кескен қамырымызға ортасына бір шетіне қарай салмамызды салып, екінші шетінмен ақырын бетін жабамыз. Бір шетін түйемізде ақырындап орай бастаймыз. Осындай әдемі гүлдің пішіні енеді. Қонақ келетін кезде ортаға салғанға, дастарханға өте әдемі сән береді. Осындай пішіндерге келтірдік. Мынау біздің роза мантыларымыз. Манты дайын болды. Дәмі тіл үйреді. Су деген бөлген кезде ағып, бәрінің көңілінен шыққан мантымыз. Менімен бірге жасаңыздар. Үй ішілеріңізді қуантыңыздар. Мені қолдап, лайк басып, комментарий, пікір қалдырып, подписка жасаңыздар.